Ассалаумағалейкум, құрметті қадірлі көпшілік. Сырдария университетінің студенттерінен құралған желбірі жеңіс жалау атты челлендж жыр шумақтарын қабыл алыңыздар. Өлең авторы Мұқағали Мақатаев. 1941 жыл ақпанда атқан, сыртта аяз, ауылымызда аққар жапқан, үңірейген үрей тұр соғыс дейтін, алапат аспан жерді аттандатқан. Аттан деді, ол ертең аттанады еңбектің ақтабаны, күрегінің орнына қару алып, жауынгерлік рөлін атқарады, ол ертең аттанады. Жеңіс дейміз, жалауымыз желбіреп, көктем күні нұрын төксе елжіреп. Тап осындай бейбіт күнге жеткізген әкелер мен ағалар ғой ержүрек. Ғап қалған қаласын мен даласын, білеміз бе бабалардың бағасын. Қан майданда бала аңсап анасын, келеді деп ана күтті баласын. Қан майданнан оралмаған елестетіп солдаттарды, жеңіс күні досым маған тебірене сұрақтарды. Қан майданда бала аңсап анасын, келеді деп ана күтті баласын. Жауынгерлер отан үшін ерледі, сүйген жерін ешкімге де бермеді. Жанын қиып туған жерім елім деп, амал қанша көпшілігі келмеді. Лұқпан Сейсекенұлы Жеңістұлы. Жеңіс тебіренген бары жанды, қуаныштан, жанарлардан жастанды. Халқым аңсап күткен ізгі үмітпен бейбіт күннің ұлы маршы басталды. Әр жүректе лаулап жатты алаулар, еріп түсіп мұз болып қатқан қыраулар. Қуаныштан көкке атылған салюті, сүйіншілеп дабыл қаққан қоңыраулар. Қара бет боп тізе бүккен дұшпанның, көрмеу үшін бар адамзат ласқанын. Жалауларын отқа жағып, күл қылып, қандай әсем табанына басқанын. Асқақ ойнап, отанымның кеміні, ер ұлдарым гүлден тәжікенді. Азаттық пен еркіндікті қорғаған, олар үшін бүкіл әлем елді. Тоқып ұстап, туыстығын елімнің, отанымның ақтап шыққан сенімін. Тарих ана жеңімпазын паш етіп, келер күнде жазды өшпес ерлігін. Өтер жылдар, өтер тіпті ғасырлар, келер ұрпақ ерлік даңққа басырар. Естен кетпес жеңіс күні, және де отан үшін жанын қиған асылдар.